Очерт бермейді, ол көз көрмей тұрғанлары тең болды. Очерт 07-20 атаңыз қасиетті молда кісі болған екен ғой. Сіз адам қарайсыз ба, или бата алғансыз ба? Осы жерге жазып жіберіңізші. Сәуле апа, сіз жазып жіберіңізші. Сіз бата алғансыз ба, или адам қарайсыз ба, или не істейсіз? Сәуле апа, сіздің атаңыз мықты, қасиетті кісі, Құран ашқан кісі болған екен ғой. Данияр мырза, намаздасын ба депті. Енді намаз оқысам да, кімге не берсем да, өзіме жауап беремін ғой. Аллаға шүкір, я. Аллаға шүкір. Енді мен намаз оқимын деп, әркімге бүйтіп көрсетіп оқымаймын мен. Құйымшағым ауырат дейді. Жота, құйымшағыңызды оң жағы жота сүйек жылжыған ма, бір неге ғой. Құйымшағыңыз тайған ма? Сәуле апа, сіздің атаңызды қазір аруағын көрдім да мен. Қасиет бар екен ғой сізді. Сәуле апа, біраз алдыңыз байланған. Сіздің атаңыз үлкен молда болған ғой. Сәлеметсіз бе, баламның жолы ашылмай жүр дейді. Балаңыздың жолы ашыла тұрған жолын айтайын ба сізге? Апа, балаңыздың жолын ашыла тұрған жолын айтайын ба сізге? Балаңыздың жолы ашылсын десеңіз, 50 мың, 60 мыңды аласыз да, әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болған, жетімнің қолына алып барып бересіз. Сол уақытта сіздің балаңыздың жолы ашылып кетеді. Мешітке бермейсіз, мешітке алып бармаңыз. Молдаларға бермейсіз. Егер молдаға бере тұрған болсаңыз, мешітке бере тұрған болсаңыз, тоқалыға алып барып тоқалыға беру мүмкін. Жетімге алып барып бересіз, балдарға бересіз. Сәлеметсіз бе, белім ауырат депті. Сәлеметсіз бе, Сарыағашқа келгенсіз бе депті. Қай ауылға? Сарыағашта бір қызға барып едім, бір енді білмеймін енді, бір ауру қызға барып едім. Елге көмегіңіз тиіп жатыр дейді. Рахмет дейді. Алла разы болсын. Алладан мадап, пайғамбарымыздан шапағат, Бекат атамыздың аруағыдан ризашылық келсе болды маған. Дүниеден өткен аруақтар риза болса болды. О адамдардың бергені, мына ақша, дүние маған қызықты емес.
Он аяғым қақсап, сол жақ жүрегім көп шаншып ауырады дейді. Енді сол жақта жүрек болмай, енді оң жақта болмайды ғой. Иманны берсін, Алла Тағалам жатқан жерін жайлы етсін. Сіздің үйіңізде дуа, сиқыр, сондай ауыртпалық бар, содан кейін осыларға келіп ұрған ғой. Жоқ, жасы өткен адамдарды әкемеңсіздер жолда қиналады. 60-тан өткеннен соң балам жұмыссыз деп. Сіздің балаңызға жұмыс тауып берем ба? Қазір Алла Тағалам жұмыс тауып береді. Балаңыз, еле өзіңіз бір 50-60 мыңды бір қойдың садақасын алып тұрып, бір жетімдерге алып барасыз. Жетім дегенде, әкесі, шешесі ажырасып кеткен балдарға емес, әкесі қайтыс болған, шешесі қайтыс болған балаға алып барып бересіз. Сол уақытта балаңыз жұмысты болады. Бармай-ақ қойсын ба әйжем депті. Бір денсаулығы маған бір міндетті сияқты сөйлеп қойған сияқтысыз ғой. Менде сиқыр бар ма депті. Менде Бішкектен барсам сізге қабыл аласыз ба депті. Бішкектен келсем қабыл аласыз ба депті. Я Алланың құдіретімен қабыл аламыз ғой. Алланың құдіретімен. Алла Тағалам жол берсе қабыл аламыз. Жо ажырасқанға керек емес. Бекет атамның аруағы, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның аруағы, Бекет атамның аруағы, баба түкті шаштың аруағы, жетімдерді риза болғанына жақсы көреді. Ажырасқан, анау-мынау керек емес. Әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болған, осындайларға беруіңіз керек. Біреулер бар, көп балалыман дейді, әкесі жоқ дейді, ажырасып кеткен болады. Көп балалы болсаңыз, сіз ажырасып кеткен болсаңыз, осы әкесі міндетті түрде бала шағасына беру керек. Көп әйелдерді көреміз да, ой мен көп балалы анамын дейді. Аға қайда, шалыңыз қайда деп сұрасаң, шалым ажырасып кеткен дейді. Онда шалыңмен ажырасқан болсаң, алиментке бер, сотқа бер, отқа бер. Жетім деп кімдерді айтады? Жетім деп Бекет атамның аруағы маған белгі беріп отыр. Жетім деп кімдерді айтады? Жетім деп
әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болған, сондайларды жетім дейді. Жетім деп кімдерді айтады? Бекет атамның аруағымен айтайын, белгімен жетім деп әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болған адамды жетім дейді. Ана әкесі, шешесі ажырасып кетіп, баласы жетім қалып, ондай жетімге кірмейді. Олар жетімге кірмейді. Жетімге кіре тұрғанлар, әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болғандар жетімге кіреді.